Қазақ тілі пәні тақырыбы лепті сөйлем. 51-ші сабақ. Лепті сөйлем дегеніміз не? Дана, өткен сабақты қайталайық. Жарайды. Алина, тыныс белгілері дегеніміз не? Тыныс белгілері дегеніміз жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Мынау тыныс белгілері. Тыныс белгілеріне нүкте, көп нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, үтір, сызықша, қос нүкте, нүктелі үтір, тырнақша, жақша жатады. Алина, лепті сөйлем дегеніміз не? Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейді. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Мысалы, сәлем, Зият. Бұл лепті сөйлем. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Жарайсың, Алина. Өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Бірінші және үшінші жаттығулар. Оқығаныңды аудиожазбаға жазып ал. Желтоқсанның 8-і үй жұмысы. 4-ші жаттығу 101-ші бет. Өлеңді көшіріп жаз. Алақай, алақай, күн шықты, күн шықты. Жер үстіне нұр шықты. 5-ші жаттығу 101-ші бет. Өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз.